Сәлеметсіздер ме? Мен Омарова Қанағат Рахметқызы, Парасат мектеп-лицей жанындағы Балбөбек шағын орталығының тәрбиешісі боламын. Бүгін мен сіздерге екі қол өнердің жасалу жолын көрсетемін. Ең біріншісі мақта жастықшаларынан жасалған қойдың бейнесі, ал екіншісі су асты жануарлары тасбақа мен шаянның бейнесі. Қой бейнесін жасау үшін ең алдымен бізге қағаз, мақта жастықшалары, ыстық желім, қайшы, мақта таяқшалары және де мынандай кигіз керек болады. Келді көктемін, гүлдер бүршігін жарып. Келді көктемім, жаңа бір үміт алып. Қуанып жасымызда кәрімізде, саламыз шаттық әнге бәрімізде. Ал енді келесі қол өнерімізді жасау үшін мынандай заттар керек болады. Оқ, күлгін, қынасары кигіздер, және де жіп, пластикалық бөтелкенің түбі, қайшы, ыстық желім, жасыл қағаз.